صل على محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Ассаламу алейкум, қымбатты бауырлар. Бүгін біз сіздермен жәннат туралы сөз ететін боламыз. Алла тағала айтады: жәннатта көз көрмеген, құлақ естімеген, тіпті адам жүрегі қалап көрмеген нәрселерді дайындап қойдым. Бұл айтылғанға Алла тағаланың кітабындағы істеген игіліктер үшін қандай жақсылық әзірлегенін бірде-бір адам білмейді деген сөзі дәлел болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: жәннатта бір ағаш бар. Салт атты оның бір шетін екі шетіне арнайы дайындалған жүйрік атпен 100 жыл шапса да жете алмайды. Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам жәннатта сырты ішінен және іші сыртынан көрінетін бөлмелер бар деді. Бір бәдәуи тұрып: "Я Расулуллах, ол бөлмелер кім үшін?" деп сұрағанда, пайғамбарымыз жақсы сөз айтқан, мұқтаждарды тамақтандырған, оразасын ұстап, адам ұйықтап жатқанда намазын оқыған үшін деп жауап берді. Жақсы сөз айтқан дегеніміз балағат, жалғандық пен өсек аяғынан аулақ болғанды меңзеп отыр. Адамдар намазын ұйықтап жатқанда намазын оқыған, яғни түнін нәфіл, тахаджуд намаздарын оқумен өткізген адам. Адамның жәннатқа кіруіне көп септігін тигізетін нәрсе ол тақуалық пен көркем мінез. Мысалы, Рамазан айында жәннаттың есіктері ашылып, тозақтың есіктері жабылады. Жәннат бұл жарқыраған сәуле, ағып жатқан өзендер, піскен жеміс жидектер, осының бәрі мәңгілік. Және біз білмейтін кереметтер бар. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намаз жәннаттың кілті деген. Намаз оқып, жәннаттықтардың қатарында болуды жасына қайын. Игі тілекпен ардақ байғабыл бауырларыңыз. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.